Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге өте қатты топ подкасттың кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Досмұхамед Әли. Бұл жігіт өзі простой жігіт емес. 3 тілде стендап оқиды, орысша, қазақша, ағылшынша. Резюмеде ешкімді алдамай, действительно жазады орысша, қазақша, ағылшынша деп. Мен бұрында Семейде Шәкәрім университетінде жұмыс істегенмін. И сол кезде бізге андай бастық воодушевленный ғой. Бізге понедельник күні новый сотрудник келеді деп. И сөйтсе оған 3-4 резюме түскен да. И үшіншісінде қараған кезде там русский, казахский, английский, свободный деп жазып қойған көреді. Содан все мәз. А ол кезде зарплата 50 мың солай универде. Офисте енді істейсің ғой. 50 мың теңге зарплатада и 3 тілді білетін сотрудник келе жатыр. Бастық қандай воодушевленный деп бүйтіп тұр. Джекпот жеңді. Иә. И мен ойлаймын, қалай 50 мыңға ол не үшін вообще ағылшынша оқыды, ол 50 мыңға жұмыс істейтін болса деген миымда нелогический событиялардың стыковкасы отыр да. Содан кейін понедельник күні келді, отыр, түске дейін отырды, сөйлестік, бәрі жақсы, нормально. Сұраған жоқпыз, ағылшын деген ұмытып кеткенбіз ғой, темасы жоқ. И бір күні вторник күні таңертең бастық келеді дейді. Бір қағаз береді ағылшынша. Мынаны аударып берші деп, кетіп қалады керечі. Ана қыз отырып, не істеймін дейді ғой. Не істеймін деп қоққан. Қыз болғанда 33-34-те андай бала шағасы бар. Содан бір кезде тұрады, не істеймін деп, и бастыққа кіреді. И бастық шығады андай разочарованный ғой. Бастық бір жиналыс болып отыр, айтады ғой, енді сен неге резюмеге ағылшынша свободный деп жазғансың дейді да. Енді бәрі сөйтіп жазады ғой, қайдан білейін, мен де жазып салдым деп. Шаблонды атыңа ауыстырдың деп па? Қатты күлгенбіз сол кезде. Одан біраз істеді, жүрді нормально. Просто енді сол өзімізде арамызда прикол болды, өзіміз угорать етіп, сондай жағдайлар болған. Сен вообще ағылшынша қалай үйрендің? Ағылшынша университеттен ғой. Университет, мен оқыған университет. Мен де университет оқыдым ғой енді. Мен оқыған университет сабақ ағылшынша еді. Сен мысалы математикаға келесің. Типа А қосу Б болады деп отпайды. A plus B is equal to C дейді. Түсіну үшін сен не то что ағылшынша просто біз like I'm on duty today деп өтірік отпайсың. Саған сабақты түсіну үшін ағылшынша керек болады. Сол үшін Ал қай универ, қалай? Назарбаев университет қой. Сен ағылшынша білмей тұрып ақылды болғансың ғой, значит, иә? Біраз нәрсе. Негізі ақыл деген енді ондай салыстырмалы нәрсе ғой. Білім болған енді сол университеттің қойған талабын орындадық просто түсер кезде. Университетке түсер кезде де талап болды. IELTS дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ енді университеттің экзаменге дайындалып, жаңағындай who is on duty today, A plus B деп жаңағындай натачиваться еткен бөлек. Тілді не қылу үшін, сертификат алу үшін, результат көрсету үшін. Уже сенің результат жетуіңе язык инструмент болып тұрған кезде бір шетінен тез де үйренесің, бір шетінен, бірақ бір шетінен ана немен шыбықпен басып ұрған жара сияқты оны ұмытпайсың ғой, басыңа сіңіп қалған. Бізге мысалы тіл үшін керек емес та маған. Тіл басқа нәрсені қабылдау үшін керек. Сабақ оқу үшін керек болды. Кейіннен мен мысалы қазір өте көп нені мысалы байқасаң стендап жайлы мен онша орыс тілді контент көп қалып мен сен саған в целом ағылшынша білетіндерге сол жағынан қызығамын. Мен өзім әдейі ағылшынша стендаптарды ағылшынша көрем, просто орысша субтитрлармен. Ол деп жақсы негізі. Тыңдасаң ағылшынша тыңдап тұрсаң, оның өзі жақсы. Бірақ бәрібір қақпаймын оны. Просто көрем. Бір жоқ, не қала беру. Жаңағындай ғой метод. Ана жүзуді үйрету үшін суға лақтырады ғой, ана жүзем айтамын. Сол сияқты тура бізді жіберді, сабағын оқып алды. Сол сияқты сен де просто өзіңе мақсат қойып лақтырсаң, үйреніп кетесің. Мен просто ол жерде анда цель басқа да. Мен ана шутканың формасын қалай жасайды екен, соны қарап отырамын да. Ол да мақсат қой. Ол да мақсат. Сол мақсат. Жұмыс істейді ол да. Сенде андай қорқыныш жоқ па? Типа ағылшынша оқып жүресің, біліп тұрсың қазір. Уже болды, оқымайсың, ешкім саған ағылшынша көп сөйлеспейді, ұмытып кетемін деген ақырын. Мен содан ағылшынша стендапты содан істеп бастадым бір шетінен тоже. Мысалы, сондай неде жүрдік ортада 5 жыл бойы. Кәдімгідей келесің, алдыңда мысалы отыр адам кореец, ол сен типа қанша тырыссаң да түсіндіре алмайсың ғой, кореец, оның сабақ ағылшынша. Оқылған мағлұмат ағылшынша. Нәтижені ағылшынша беру, асқа амалың жоқ. Сондай жерде жүрдік 5 жыл. Одан кейін жаңағындай басталды, жұмысқа тұрдым. Жұмыста уже қарайды ағылшынша, бірақ уже жұмыста ондай қатты керек емес бола бастады. Әшейін жаңағындай тоже, ананы аударып берші, мынаны істеп берші, итальянецтермен переговор отырып соған жүрші деген нәрселер. Бірақ просто ондай нәрселер, күнделікті баяғыдай мындай бір 360 бүйтіп сіңіп кету жоқ болды.
соны ескере отырып бұны арада уақыт өтті, соның бір моменттің бірі сол кішкене ойладым мен, стендап болса, әзіл айтатын болсам, шығатын болсам, ақыры бәрібір среда болады ғой. Сол маған подспорье болады деп істелген нәрсе. Қазір мен аптасына бір рет English mic болып тұрады. Аптасына бір рет жүргізсем, мысалы өзің білесің, 20 минуттен импров краудворк тұрасың. Соответственно, менде 20 минут практика аптасына минимум бір бар да бір. Сондай мен қорқамын. Сол үшін менде ондай қорқыныш жоқ қазір. Жақсы екен. Жақсы екен. Мен просто сен вот мектепті қалай оқыдың сонда? Сен 5-ке оқыдың ба мектепті? Мектепті жақсы оқымын негізі. 11 класста просто 11 классқа дейін бітірдің, потом универге түстің, иә? Біз не стендап жайлымыз, не оқып кетті ондай, не подкасты. Шетелге түсудің 10 жол. Мен Дубайда оқыған кезде. Жоқ, просто енді бізде андай ғой, стендап комиктердің арасында орысша шығатын, мысалға орысша қазақша шығатын бір 5-6 адам бар санарлық. Жаңағы Аманжан бар, мен бар, оған Руслан да келіп қосылды, қазақша шығып жүр. Потом кім бар тағы? Миша Славалар бар. Миша Славалар енді бертін келіп бір съемкаға түсті. В целом постоянно айналысып жүрген ешкім жоқ. Сол Мұхтар саусақпен санарлық бір 5-6 адам бар. Ал 3 тілде деген вообще ешкім жоқ секілді, көп. Рус бар ғой, русты да. Қай рус? Руслантай. Руслантай болды. Иә. Болды, бір адам. Сен бар. Болды, қалғандар орысша ағылшынша. Негізі технически Миша да бар, Миша ағылшынша шығады. Да? Бірақ Русланда да Мишада да мәселе, олар ағылшынша өте ретке шығады. Сода мәселе. Но в целом біліп тұрған балалар, иә? Иә, біліп тұрған балалар. Просто өте ретке де 3-4 адам, бір қол жетіп тұр да, сол үшін қызықты да. Орысша, қазақша стендапқа шығады, еще плюс ағылшынша ұйымдастырып ағылшынша шығады деген. Сонда сен мақсатын андай шетелдің адамдары көру үшін ба? Қандай мақсатта түсіресің ағылшынша стендапты тағы да? Жаңа айтып отырмын, бірінші мақсат жаңағындай болды. То есть поддерживать етіп тұру тілді. Иә. Екінші мақсат жоқ па? Алдымда жоқ, одан кейін шыға берді ғой. Негізі мынандай мәселе бар. Уже қазір бөлініп отыр. Good Night Comedy деген бар. Good Night Comedy мен негізін қалағам. Көбісі Good Night Comedy деп андай ағылшынша емес, қазақша акцентін айтшы. Good Night Comedy. Қайырлы кеш, әзіл кештер деген не бар? Good Night Comedy деп айтшы. Good Night Comedy демеш. Қауымдастық. Ол, кстати, сол мәселені айшықтап тастайықшы сразу. Дұрыс қой, мысалы мен сен, вот здравствуйте, вот со мной вот сидит Телеген Еркинбеков демеймін ғой. Телеген Еркинбеков, сен төл тілінде қандай болу керек, сол айтамын ғой. Я вот сейчас к Телегену еду деп айтасың ғой, мысалы. Сосын Good Night-тың өзінің төл тілі ағылшынша ғой, соны дұрыстап айту керек. Жай прикол болып отырмын да. Жоқ, бүйтіп айтпаңдар. Тілді қорламаңдар. Сонымен Good Night Comedy. Good Night Comedy. Hello. Сол қауымдастық бар. Оның өз алдына қазір бөлек мақсаттар бар. Менің өзімнің комик ретінде мақсаттарым. Good Night Comedy'дің қауымдастығын мен формулировать еткен 2 мақсатым бар еді. Біріншісі қауымдастық құру, адамдар араласса бір-бірімен танысып атса, вообще идеально оның KPI, бір ол жақтың KPI. Осы кештерде танысқан адамдардың біреуі үйленіп, семья құрса, вот мен ол пик сол деп ойлаймын, еріншіне. Екіншісі, как жаңа лейбл ретінде, мысалы, көп талантты балалар бар ғой, өзің сияқты. Мен сені тарттым ғой. Көп талантты балалар бар да. Мен көрдім ғой, просто ақшта да болдым, ағылшынша контент көп көремін. Біздікіндей қазақи, орталық азиялық көзқарас әлемде дефицит деп айтпай қоймын, бірақ уникальный. То есть оны сен дұрыс аудара алсақ, дұрыс жеткізе алсақ, ана қондыра алсақ үстіне, өте жарып жүрейін деп тұр. Топ жасап жүруге. Соған, иә, екінші мақсаты, бірінші мақсат жаңағындай қауымдастық құру, адамдар бір-бірімен танысып аралассын деп. Екінші мақсаты, сол біреу соны қойдық қой қауымдастық, соның аяғын басып алғара секіріп ұшып кетсе екен деген мақсат болды. Сол 2 мақсат айшықталып қазір тұр. Сол бағытпен жылжып жатырмыз. Екінші өзімнің жеке нелерім бар, мақсаттарым жаңағындай, ағылшынша сөйлеп тұратын жер болса, мен ойлаймын, менің стендап мансабыма да пайдасы өте қатты дейді. Себебі қазір білесің ғой өзің, stage time, сахнаға шығып уақыт алу оңай нәрсе емес. Жазыласың микрофонға, 10 минут береді, 7 минут береді. Мен мына жерде өзім ұйымдастырып отырмын. Кездер бір шетінен анда не от хорошей жизни, мынандай кездер болатын. Спрос үлкен да, афиша шығады, билет продажа шығарамыз. Осылай 20 адам, 30 адам билет алып қойған. Набор жасаймын. 3 комик лайнапты. Кешті отменять етпейсің ғой. 3 комик, так, деймін да, ойланамын. Ладно. То есть аудитория бар кәдімгідей. Уже отырар, уже условно, ақшасын төлеп, адамдар алып қойған, уже осы суббота келеді. Пятница адам жоқ, суббота адам жоқ. Либо болады бір моменттер жаңа, сендер сияқты тәжірибелі комиктер тартатын моменттер болады. Шығыңдаршы жауап. В крайний моменттер содан менің тәжірибем өте қатты өсті. 3 комиклар 7 минуттан шығыңдар, 21 минут. Так, қалған 50 минут не істеймін? Қалған 50 минут 10 минут өмірім.
40 минут краудворк деймін ғой. Үйде мына 40 минут тұрып аламын ол сахнада. Сондай моменттер болды да. И содан менің нем өсті, тәжірибем өсті. Сахнада уже әбден мен қазір ондайдан вообще қорықпаймын. Басында қорқам, жаман бір дүлей болып не қалай формулировать етемін деген секілді ма сөздерді или ондай в целом вот ойлашы, саған айтады, любой тілдің мәселесі емес. Вот Тико залда 40 адам отыр. Жүргізші, пожалуйста. Бірінші комик 40 минуттан кейін шығады дейді. Материал жоқ, вот сондай задача. То есть сен уже бірінші кірмей шіріп жатсаң, дальше тағы да 40 минут шіріп тұру керек. Материал жоқ. Сен 40 минут апта сайын жазамайсың ғой. Жоқ материал. Просто шығып алдың да, уже жұмыс істеу керек. Залға бүйтіп басасың сол. И мен немді өсірді сол. Тек қана ағылшын жағында емес, жалпы комик ретінде ше. Сондай миыңды кішкене тығырыққа тірейтін задача ғой. Содан өстім. Сол бар комик ретінде өсуге көмектеседі. Тілімді де не қыламын, практиковать етемін. Сосын одан бөлек прям енді ондай болған жоқ, бірақ в целом одан бөлек ағылшынша стендапқа келетін адамдардың калибрі де бөлек қой. Ол кісілер, бірақ біреу болды, референс, кәдімгі өзімнің основной жұмысыма референс жасап, мен басқа бір жұмысқа шығатындай возможность создавать еткен кездер болды. Болашақта ойлаймын, в принципе, тоғы бизнесовый да несі болады деп ойлаймын, пайдасы болады деп ойлаймын, негізі. Сондай момент бар. В целом приятно өте. Білімді адамдар, азаматтар. Мысалға, ертең, например, бір шетелден бір делегация, бірдеңелер келіп жатса да, мысалға, біреу контакттарын алып, ертең корпоратқа бірдеңе шақырып, чтобы олар да түсініп күлу үшін сендерді шақырып қалуы мүмкін деген секілді. Онда и так болды бізде, корпоратқа шықтық ағылшыншадан. Бірақ ол өзіміз локальный болды. Бізде школа английского языкалар шақырды корпоратқа. Бір рет неде болған сол ағылшыншаның арқасында не в тему вообще Қырғызстанға неде Ыстықкөлде демалып отырмын. Ололо деген бір жақсы баяғыда советский пансионат болған. Ололо, свяжитесь со мной. Ақжол деген жақсы не бар. Қазір типа андай современный қылып істелген жер ғой. И уақытта айтишниктер демалады. Мен сол жерге келіп демалып отырдым. Сөйтіп бір кезде жаңағындай неден шығып отырсам, тамақ ішетін жерден бір кісі келеді да. Я вас где-то видела дейді. Мен де ана кісінде тұр таныс. Мен түсінбеймін, ол да түсінбейді. Бір кезде вы же этот Дос Мұхаммед атымды біліп тұр. Стендап на английском делали, вели. Деймін сол жерде есіме түседі. Ана зритель ғой залда, мен еще краудворк қой, 40 минуттап краудворк істеген. Адамның өмір жайлы көп нәрсе біліп аласың ғой уже. Сол кісі, ваш муж анау тук-тук-тук сөйтсем, ана күйеуінің компаниясы өзі жұмыс істейді екен. Бір компаниясымен жаңағы демалып, плюс стратегический сессия деп жатыр екен да жерде. Солай да жатырмыз, кішігірім ішіміз пысып отыр, бізге стендап істесе дейді ғой. Сол тұрамын да, істейін, ладно дейді, қанша, типа, 1 сағат істесе дейді, тоже жаңағындай. Оған сен өзің жалғыз шығуың керек па? Басқа ешкім жоқ қой енді, Ыстықкөлде жатырмын. Соны айттым, ладно деп айтыр, бірақ енді қырғын ақша төлеген жоқ. Бірақ әйтеуір бір ақша төледі. В целом тоже прикольный болды. Қанша адам выступать еттің соңында? 15-20 адам бір компания. Бір сағат бойы сөйлейсің ба? 1 сағат бойы әркіммен, әрқайсысын егжей-тегжейін біліп, не істейсіңдер, немен айналысасыңдар. Соны әрқайсысына прикол ұстап шыққанша. Қалай өтті? Нормально болды? Жақсы өтті, өте жақсы өтті. То есть вовлеченность бәрінде нормально болды? Конечно, вовлеченность ұрып тұр ғой енді, іштер пысқан. Негізінде опыт бойынша андай 100 адам не вовлеченный болуы мүмкін, и типа 9 адаммен күлкілі өтуі мүмкін кештері болады. Мысалға бізде ана рейда енді жалып қалған рейда бар ғой. Бір 4 адам келеді ғой. И то біреуі анау дос үшін келіп отыр. И шыға аламын да, мен ведущиймін ғой, 15-20 минут қыздырым керек қой. Залда 4 адам отыр, біреу комик, 3 адам отыр да. Сөйтіп 3 адаммен сөйлесем ғой. Күшті, бәрі жақсы реагировать етіп, мен айтамын, сендер үшеуің ғанасыңдар. Қазір сендер біреуің хотя бы кетіп қалсыңдар, светті өшіріп уже бітіріп тастаймыз біз. Кетпеңдер, до конца отырыңдар, 10 комик қой. 1,5 сағаттарын беріңдер бізге деп ше. Сөйтіп орысша хабарлаймын біріншісін, кәдімгідей күліп, нормально. Жақсы болды. Болады. Вайбовый өзіндік бір ғой. Конечно, енді ол адамдардан аяйсың. Олар үшін мүмкін атмосфера болмай олар. Ялғаннан күлуі мүмкін, или там, может, действительно шын күлді. Жоқ, бір жерден жақсы внимание кейбір кезде, наоборот, жақсы ұшақ адам, внимание саған түсіп. Қазір андай келемді, залдан уже 15 адам көрем ғой. 15 адам көрем, нормально екен ғой деп бейді. И андай кейбір комиктерді көрем, новичоктар, 15 адам деп бейіп шық кетады ғой. Далбансың ба, әпай өтті қой. Шымен негізі сол момент мені қатты шекерлендіреді деймін ба, қанаттандырады деймін. По идее ойлап қарасаң, 15 адам, бір адамның өзі, ол сен билет сатып алу бір бөлек. Адамдар
дайындалады ғой сен көру үшін ше мысалы үйінде мысалы бала шағасы бар баласына няня жалдайды табады қарайтын адам қыз балалар жаңағы дайындалады ер бала болса да жаңағы уақытын бөледі машинасын дайындайды жаңағы таксиін ұстап бірдеңе қылып келеді саған келеді да отырады да сенің ойларыңды тыңдау үшін не деген ғанибет деп ойлаймын да кейбір кезде соны мен тоже ойланамын тоже не деген күшті нәрсе иә мен вообще мына нәрсені де ойландым да мысалға сенде андай нәрсе бар ма өзің істеген жұмыстарыңда обесценивание деген кейбір кезде болады иә бірақ мен андай чуть-чуть негізі чуть-чуть уверен болған адаммын мен андай ғой мысалы мен ана кейбір кезде шутка жазып аласың да жазғаның шутка проверка шығып тұрсың ана бірақ шуткаға деген сенімің типа анандай оймен истерика мен не істейсің ғой типа маған ұнады болды сендер мнение бол маған ұнады бұл болды бұл адамзаттың әдеби мұрасына алтын әріппен жазылатын идеялар деп шығамын ғой мен сондай болмайтын андай таксисттер жайлы шутка болмайды бірақ мен өзім ұнаймын болды мен сол выжимать етіп шығамын жақсы көріп қаласың ба шуткаңды мен почти әр шуткам жалғызым ғой менің мен жаман сенде қазір қанша минут материал бар смотря қандай немен есептейміз типа сен типа бөлесің ба мысалға сольникқа арналған или былай деген секілді или бәрі бірге сольникқа деген мен честно түсінемін сольникқа мен дайын емеспін не көрермен дайын емес мен мысалы 15 минуттық 20 минуттық проверкаға шығарса мен нормально кеш жауап беретін адам екенін өзіме сенімдімін жаңағындай уикендтер бар жаңағы платкалар бар ондайға сенімдімін ал 1 сағаттық уже требование басқа ғой 1 сағатқа мен ойлаймын әлі дайын емеспін көрермен де дайын емес типа бірақ конечно андай мен бесттарымды бүйтіп бөлшектеп жинасам сол 60-тың үстіне шығып 80-ге де кетіп қалуым мүмкін бірақ ол просто 80 минут жақсы әзілдер 80 минут жақсы әзілдер әшейін бірақ оны концерт деп айта алмаймын мен әлі сондықтан сондай сол жұмыс сұрап жатқаным қандай вот мен ана бір жерге жеттім когда 10 минуттар жеке жазам қазір и менде өзімде 25 минуттық қазір сольнигім дайын тұр соның ішіне ақырын тематикасы келіп жатса шығарған нәрсемнен ақырын соның ішіне кіргіземін да мынау сольникқа кете алмайды никак мынау 10 минутқа кетеді деп бөліп уже сондайға кетіп қалдым сол сен жолыңызды жібересің бізге бұйыртса ноябрьда турға барып келсем одан кейін түсіремін деген ойда отырмын түсіріп скорее всего централдың каналына салатын шығармын потому что сол жерде көбірек көреді адамдар мені көреміз может өз каналыма салып жіберемін сен өзің каналың негізі жақсы канал просто орысша бәрібір сол қазақтар орысша түсінеді ғой бірақ иә мен де андай нәрсені байқап жүрмін мен негізі обесцениваниеға көп ұшыратады екенмін өзімнен сондай бар сенде иә мен потому что сен айтып отырмын ғой негізі өте қатты топ подкаст менің шақырса дерзкі болар еді деген списоктағы подкаст шақырғаныңа рахмет бірінші несінен көрген эпизодын бек ағамен жасаған эпизод содан бері типа прикольно деп ол кезде сені танымайтын да жеке даже көріп те үлгеріп былай бір біріміз примерно жоқ ол кезде даже қиылысып үлгермеген кездерім бар мен енді опенға шығып бүйтіп жүрген кездер сөйтіп деп тек қалдым одан кейін таныстық көрісіп не қылып мен короче бір бар болсын деген стендапқа бардым заведениеға и мені 2-3 адам бүйтіп комиктер ғой жас комиктер бүйтіп келді ассалаумағалейкум деп бүйтіп қарап бүйтіп неге өйтіп тұр деп ойлаймын сөйтсем подкастты көрген екен да сосын келіп че братан келесі подкаст қашан дейді да мен де сөйтіп келген шығармын может бәсе мыналар неге бүйтіп маған бүйтіп андай жанған көздерімен қарады деп ойлап қалдым короче сөйтсем сондайлардың бірі мен сондай жас өнерпаздардың бірі менмін вообще мынау негізі комиктермен қазақша жалғыз подкаст деген қазақстанда по крайней мере басқа қандай бар или басқа жоқ басқа в целом қазақша контент аз ғой негізі көбірек шыққан жақсы болар еді андай осмысленный разговор жүретін қазақ тілді комиктердің арасында дейтіндерден нені білем шай әңгімені білем әңгіме болғанмен не болғанмен ол жерде история история бірақ бәрі барды бір соны білем потом неде комиктер емес кімде по моему обзорный кім істейді ғой Нұрсұлтан Құрман жайдарман жайлы сол бар менің ойыма кеткен былай иә негізі комикпен комик отырып сөйлесетін жалғыз подкаст қой по крайней мере мысалға новичоктарда ішінен келіп спокойно отырып сөйлесе беретіндей потому что мына жерде андай просмотр важно емес 1000 просмотр жинайды примерно плюс-минус потолок 7000 вот осылай иә өз нишасы бар ғой иә но енді бұйырса ютубқа шыққан кезде көреміз қалай болатынын но пока жоқ жақсы мне кажется охват тоже опять же сен обесцениваниең бар сосын недооценка бар сияқты бізде қазақ тілді нарықтың адам көп қой 20 миллион халықпыз оның
10 миллиондай, оның 7 миллионы жасы 18 толмаған жас жасөспірімдер, оны бір жылмен өсе бастайды ғой. Оның көбісі қазақ тілді ғой. Өзіміз сияқты қарапайым регионнан шыққан балалар. Әрине әркім өзін көргісі келеді неден, экраннан. Баяғы телевизор еді, қазір енді YouTube қой. Мен ойлаймын, бұл подкасттың негізі потенциалы жақсы. Тек қана комиктер ғана емес. Бас как основа комиктердің әңгімесі болып бас жүре алады. Бірақ ар жағында негізі одан да кеңірек, одан да тереңірек әлеуметтік мәселелер талқылауға болатындай алаң бола алады деп ойлаймын. Так что мен просто менің миымда подкастта андай концептуальный болған жақсы да. Мысалға ертең сен подкаст ашқың келуі мүмкін, там жұлдыздармен, солармен сөйлесу, оларды раскрывать етуге, а менде андай больше просто комиктермен сөйлескім келеді. То есть мен бұрында комиктерден андай қандай кітап оқып дайындалды, қалай шутка жазады, немене істейді. Жаңағы мысалы сынапта болған бір қызықты оқиға, жаңағы 40 минут деген секілді вызовтар, может болған бір инциденттар, солар туралы ғой, короче, әңгіме көбінесе. Енді әрбір туынды шығармашылық адам, ол адамның сол кездегі дамуының кезеңін көрсететін нәрсе ғой. Мен бұл бүйтіп комиктер сенің орында болғанда өйтпейтін. Просто сен қазіргі стадияң сондай. Сен қазір өсіп бір түрлі определенный деңгейге жеткен комиксің. Саған өзің айналаңдағы мәселелер қызық қазір. Джо Роган сөйтіп бастаған. Джо Роганда, кажется, тек қана комиктерді шақырады. Потом өсесің, турға шығасың, ертең Илон Маск отырады. Неше түрлі өзің бала шағаң пайда болады. Басқа мәселелер уайымдата бастайды сені. Мектептеріміз не болып жатыр деген мәселе маңдауында. Ертең мектептер туралы сөйлескің келеді, бір эксперт шақырасың. Медицина не болып жатыр дейсің, одан бір эксперт шақырасың. Сөйтіп өзің бұл подкаст өзіңмен бірге дамиды ғой, сөйді ғой. Несі де кеңейеді да. То есть бір рамкада тұрып қалма деп тұрсың ғой. Я өзім просто типа оны көп ойланып жүрмін. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Мен сондаймын, типа көп бүйтіп ойластырып. Просто бәрібір андай бір мен соны байқадым. Әрбір әзілден бастап, бір кішкене әзілдікчіден бастап, үлкен концептуальный заходтарың, даже бизнесовый идеяларың бәрінде всегда көресің, сенің өзің бойыңда бар жақсы қасиеттер көрініп тұрады. И бойыңда бар кішкене онша емес деуде қасиеттерің білініп тұрады бәрібір. Сенің бір қол созылған саусақтарың несі сияқты болып тұрады. Поэтому ол сен қанша тырыс концепция, анау мынау деп типа ақылың нашар, ойың таяз адам болсаң, сен қанша тырыссаң да, қанша продюсер, қанша сценарист жалдасаң да, ол сол таяздау нәрсе болып қалады. Сен не емес, сен ойың жүйрік ойланатын адамсың, ол сенімен бірге өседі, просто тереңдейді. Кас пока саған осы қызық өстіп. Сен вот что-то қатты осознанныйсың, сен қай жылғысың? Қатты осознанныйсың. 95 жылым ғой байкешім. Құрдаспыз. 95. Құрдаспыз. И сен кім тәрбиеледі кішкентай кезінен? Кіммен өстің сен? Өмірдегі Досмұхамед қалайды. Просто андай мен бар ғой, енді өсе келе, как будто барындай жас кезінде балалармен араласқан кезде бәрі на одном уровне. Бірақ в какой-то момент біреуінің ойы, осознанности ертерек келе бастағаннан, созревать еткеннен, мысалға мен 23-тегі біреумен сөйлесуім мүмкін, и ол созреваниясы менікімен бірдей да, 29-дағымен, и онымен спокойно сөйлесе аламын. Балалар бар, которые 28-29, мен секілді, бірақ әлі анамен коннект жоқ, короче. И вот сенімен мысалға андай более глубокий нәрселерге де сөйлесуге болатын байқаймын да. И вот тәрбиеге байланысты ғой, енді по-любому. Тәрбиеге де байланысты, әрине. Енді неміз ғой. Андай классический постсоветский семьядан шыққам ғой. Әкем дәрігер, анам мұғалім ғой. Соответственно, бүйтіп асып, тасып, шалқып өмір жүргеніміз жоқ. Қиын болды. Қиындықтардан өттік. Бірақ енді, соответственно, андай бір әбіршіп кеткенде кездер болмады. Потому что бәрі қандай заман болса да, мұғалім мен дәрігер керек заман. Әйтеуір бірдеңе бізді жүргізді. Сосын үйде де жүретін, айтылатын әңгімелер де сондай ғой, бәрібір. Маған білмеймін, мен кейбір кезде даже ата-анама ренжимін, слишком андай адамгершілікке көп мән беретін. Әлі де сондай енді. Оны болмайды, ренжітуге өйтуге болмайды, жаңағыдай бір не болады ғой. Үй болған соң, тіршілік болған соң араласқан, ақшаға лақтырып кетеді бірдеңе. Мен сразу шығамын, өйту керек, сындырып тастау керек, ұстау керек, нағылу керек деп. Осылар қоя сал. Сондай, иә, сондай. Сүрген сол бар. Енді сол не шығар? Бізде енді білімнің культі ғой. Как мне кажется, көп советский семьялар сияқты білімнің культі өте қатты. Білім алу бұрыштың несіне тұратын ұшында всегда. Бұл білім алу. Сол мектептегі сол жаңағы тырысып оқып айтыр бірдеңе істеген. Университет қатты әсер етті. Мен негізі нем ғой, бакалавр солодан шығып тұр. Бакалавр социологиям ғой. Әлеуметтанудың несім ғой, содан шығып тұр. Прям қызық трансформациядан өткен негізі университет жай ішінде. Жақсы екен. Просто мен мысалға
гуманитариймын да негізі миым бәрі мысалы бірдеңені оқысам, бір философский нәрселерді оқысам, қабылдаймын, ойланамын, неге олай деген секілді. И мен өмір бойы білмеймін қалай мені лақтырғанын, технический немелерге түсем ғой. И қақпаймын ғой, короче. Сөйтіп қиналып андай болды ғой, сен бір жартасын лақтырып жүрді, домалап әйтеуір жара болып бір жерге барып түсесің да, содан тоқтап тұрып уже уақыт келген кезде ақырын мен вот так хочу деп, короче, өзіңді аша бастайсың ғой. Сөйтіп түзелдім да. То есть білмеймін, мен может творчество болмаса ішінде, может сынғаннан андай бір жерге жаңағы универде қалып қойып, сол жерде спокойно қалған күнімді өткізе беруші едім деп ойлаймын да. Қазір сол ана іштегі творчество бәрібір ананың бәрін тесіп шығып, не істеп отырсың, кет деп, короче, ақырын кетіруші еді да. Сондай нәрселер. Екі нәрсе деп ойлаймын, шығармашылық пен характер ғой. Просто менде енді біздің дворда өзі в целом андай қатты жағдай болмаған, в общем бар ғой. Там бір әйел бар, который 2-3 баласы бар, бірақ кімнен екені непонятно. Сондай секілді. Түсінтірсің ғой қандай двор екенін, сондай двор. 9-10 бала ойнап жүреді, короче. То есть батялар кім, андай қатты, но шындығына келген сондай әңгімелер бар, короче, непонятно, короче, қалай былай. И сол дворда өзім өсем, солармен бәрімен араласам, короче, біреу андай бандит секілді жүреді, сондайлармен жүресің да. Көрдік қой бәріміз. И аналарға қараймын да, короче, солай өмір сүргім келмейтінін түсінемін да. Уже кішкентай кезден миымда андай жұмыс істей бастады. И бізде еще мысалға мен туысқандарым мамам жақтан да, папа жақтан да высший бітіргендер болмаған ғой. То есть бәрі андай, то есть поколение за поколение солай высший бітірмегендер көп болған. И маманың андай, мен ес білгеннен помню, главный андай неменесі гештальты сен высший бітіру керексің деген. Не болса да высший бітіру керексің деген. Мен еще тупой оқымаймын ғой. Мені ұрады. Мен сонигім жазып жатқан сонигім ішінде ол нәрселер бар. Мамам өзі универде пол жуып жүрген адам, сондай ғой. Мені ұрады, короче, 2-3 алған кезде. И мен айтамын, мамама рахмет деп, сол үшін. Мен потому что дәл шекмен 3 ала бердім. Но ол менде андай критический мышлениені қалыптастырды да. 3 алсам 5-ке түзету, жаңағы басқа ходтарды іздей бастаймын. Проблеманы шешу ғой, результатқа жету. 2 алсам жыртсап, қайтадан толтырып жазып, короче, соның бәрін. И соны шутка қылып айналдырып бәрін сынапқа жаздым. Грамотно қылып, күшті қылып істедім. И соның бәрін ойлана келе бүйтіп совокупности менің ана творчествомның қалыптасуына соның бәрі негізі әсер етті по-любому. Тұрып атқан ортаң. Либо сен сол ортаға кіріп кетесің да, солай өмір сүресің, либо мен бүйтіп өмір сүргім келмейді, талпынасың ғой. И сол деп ойлаймын мен қатты. Потому что кішкентай кезден андай үйдегілер ақша жоқ, ойбай ақша жоқ, бака тұра тұр, ақша жоқ дейді. Қазір енді 29 келіп, әлі күнге дейін солай жүреміз ғой, ақша жоқ деп. Әйтеуір шүкір қазір семейдегі үй салып жатырмыз, соған ақшаларын жіберіп тұрамын, әйтеуір анау керек, мынау керек дейді. Ремонттың дүниелеріне ақшаларын жіберіп. Бұйырса сол үйді бітірсек, декабрьда жаңағындай үйлі болып, бүйтіп, сонымен өмір удасы деп. Құрметті көрермендер, асарға келіңіздер. Сөйтіңіздер. Поклёвка істейтіндер болса, кіріс жаба алатындар. Содан шығады ғой, шығармашылық деген всегда не қондай бір давлениенің астында шығатын нәрсе ғой, сыртқы давление. Сен бір жол сен давлениемен сынып ағып кетіп қаласың, сен давить етіп жатқан жерге. Екінші жол сен кішкене қарсылық көрсетесің, сол екі арадандай бір шығады ғой. Бриллиант ғой, бриллиант та содан шығады ғой. Анау арзан психологтардың алдында бір әңгіме болады да, бір қыз сепарация жасай алмайын жүрмін, өзіме ответственность ала алмаймын деген әңгімелер айтып отыр да. И соған мен бір өзімнің историямды айтып бердім. Анандай ғой, 24 жасымда, 25 жасымда уже универде істеп жүрмін, айлығым 60 мың. Мен бүйтіп жүремін ба, енді жасым 24-ке келді ғой, енді 1-2 жыл қалсам болды уже деп. Мен көрейін, басқа жақтарды көрейін, болмаса Семейге қайтып келемін всегда деп. Давай деп шай ішіп, сосын ақыр билет алып Астанаға, короче, беріп қоямын ғой. Магистратураға түсем, жұмыс істеп жүрмін, түсінемін ғой, магистратураның ақшасы жетпейді. Бір жұмыс іздеймін, жұмыс таба алмаймын ғой, короче. Ақша керек, уже ақша жоқ. Сосын тұрамын да. Қалай өзім 4 жыл оқыған высшийді. 3 жыл ведущий специалист болып универде істеген адам. Магнумда охранник болып кетемін ғой. Соны айтамын да. И онда магнумда андай нәрсе бар. Жеп кеткендерді жинайсың да, қалдықтарын. Комнатаға келесің да, бәрін санайсың, жазасың. Потом ревизор келеді да, соның бәрін сверять етеді да. Списанияға жібереді, короче. И ол кезде уже 25-темін, Астанадан Алматыға кетейін, стендаппен айналысу үшін деп ойланып жүрген кездерім. Соны
ертең бұйырса мен последний күнім осы жұмыста деймін. Неге бұйырса сол астанаға барып кішкене Алматыға барып өзім армандарымды орындайын деп отырмын осылай деймін ғой. Дейді да енді 25-те өмір өзгерту қиын ғой, енді өзің қара деген секілді. Типа осы жұмысың жақсы ғой деген секілді маған айтады да. Содан кейін ана залда сөйтіп айтамын, залда енді 100 адамдай отыр. Сөйтіп айтқан деймін, короче. Қазір мен мына жерде отырмын, сендер бәрің маған қарап отырсыңдар деймін. Өз арманымды орындадым по-любому деймін. Айналысасың ба? И бәрі аватса береді сол кезде. Мен айттым, сен сынба, любой момент армандасаң, істесең, типа болады деген секілді. Тони Робинс болсың ғой, мотивация беру. Айырдым деймін. Наставничество болса болмаса. Негізі сондай андай бір философский ойларға көп кетемін иногда үйде жатқан кезде де. Байқаймыз ғой. Сол айтып тұрмын, сен творчестводан көрінеді ғой, бәрі творчестводан көрінеді шығасың. Сен қаншалықты ойланасың андай бір дүниелерден? Ой, қатты ойланамын. Мен вообще стендап жаңағындай ғой, мәселе, опять же, кім береді? Миша Зейферттің айтқаны бар еді, гримеркада рейд отқан кезде жаңағы. Ана киіп келген немді киіп келемін тоже, толстовкам. Өзі білмеймін, өзіме ұнайды. Удобный, да, немді көріп қояды, логотипті көріп қояды жаңағы, Назарбаев университетінің. И логотипті көреді, но че вообще, дейді да? Мен айтамын, менікі деймін. Миша тұрады да, маған қарап тұрады. Типа, не жоғалтып алдың бұл жерде дегендей айтады ғой маған. Негізі дәл дұрыс танымай негізі андай сен бұл бұяқта оқыған балалар негізі нормальный жұмыспен айналысады ғой. Рейд отпайды ғой дегендей ше. Сол сияқты сол ғой тоже сондай бір не бар, перепутье. Екеуміз құрдаспыз ғой бір. Маған келген осознание жасым 28-ге келетін кез, кажется. Жасым 28-ге келетін жылы майда ғой, мамыр айында андай болды. Перепутье андай болды. Бір жол мен білім жолында жүрмін, білім жол, корпоративный карьера, аналитика жұмыс. Әлі де жұмыс істеймін, сондай азығым сол ғой. Бірақ мынандай ой келді, мен бұл жолда жүрсем, вот условно 50-ге келейін. Қандай менің, типа, жақсы болды-ау дегендегі сценариям қандай. Окей, бір квазигос компания, Самұрық сияқты. Упырдир, директордың позициясы, базар жоқ, жақсы позиция, жақсы ақша болады. Үйім аккуратный болады. Бала шағамда жағдай мойындамаймын. Не жеңіл демейсіңдер? Жылына 2 рет стабильно шетелге точно шығамын. Ата-анамды жағдайын жасай аламын деген ой. Бірақ ондай мен жұмыс істеп көрдім ондай режимде. Тоже жақсы неде. Мынандай мәселе бар да. Жылына 4 апта отпуск болады. 4 апта отпуск болады. Потому что өз трудовой кодекспен 24 күн беріледі, бірақ в целом андай уровенде тем жауапкершілік көп болса, аузың қарап отқан адам көп, жұмысты көп тастай кетемейсің. 2 апта максимум шығасың жұмыстан. 2 апта шетелге шығасың, сосын тағы бір жарты жыл өткен 2 апта шетелге шығасың. По сути, сенің бостандығың жылына 4 апта. Одан басқа күні сен жаңағы жауапкершілікпен, тем более жаңағындай бала шағаң несі бар, не қыласың, үйтесің, ана қарап отырады аузыңа. Жұмыс істеу керек, жұмысты кетуге болмайды. Сондай неде байланып қаласың. Конечно, комфорт болады, бірақ ол жақсы сценарий. Жолым болды-ау деген кездегі сценарий. Әйтпесе мен ояқта құшағын жайып күтіп отқан ешкім жоқ. Просто ол андай нәрсе ғой, мысалға, просто мен сенің уровеньде емес, жаңағы универдің уровеньде көрейін. Мен де басында универде істеп жүрген кезде андай мақсат болды. Так, декан болып алсаң, хотя бы дальше больше можно проректор, кете беруге деген секілді ойлар болды да. И мен бір сәтте ана сәтті көрдім де, ана моментті көрдім де, когда ректор ауысады да, өзінің командасымен ана отырған адамды дей салады. Қанша жыл еңбегің, просто сен басқа біреу келді өзінің командасымен. Мен түсіндім, ондай нәрсе маған керек. Мен соны яған біреуім сол бір сценарий. Екінші сценарий ойладым, мына мәселе бар. Жылына 4 апта бос болатын кез. И сахнаға шыққан әр 5 минут өгізді жаңа open mic-тар шығатын кез, әр 5 минут, сол 5 минут любой шетеліңнен жақсы деймін да. Бостандық сол. Ондайдан мысалы комик болсаң, аптасына 5-5 минуттан 52-ден жинасаң, уже ана 4 аптадан көп шығады. И жол болмағанның өзінде, болмайғанның өзінде мен бір база жоқ, open mic-тарды аралап жүрдім, 40 жасар, бәрі далбоеб па дейтін мужик болам. Но как будто бы сол сценарийда ішімде жанымда жылу көбірек, чем ана екінші сценарий, бірінші сценарий қарағанда ойладым да. И мынандай мәселе болды, сол 28-ге отқан не ғой, астанаға жеткен 28-ге дейін жасым. Баяғыда ойлайсың ғой, 28-30-дағы мужик деп ше. Бірақ вот мынандай. Былай өтті ғой. Былай өтті. Сүгізсін. Былай өтті. Кеше ғана бала сияқты ойнап жүрген дворда. Былай өтті. И санап қарадым, в принципе, адамдардың орташа жасымен өмір сүрдім Қазақстанда. Маған мынандай өмір сүру қалды. Мынандай. Мынандай уақытты мен немен өткіземін. Әшейін непонятно болады-ау деген надежданы қуып, жылына 4 апта бостандығым болатын лайфстайлда жүрем ба? Или, опять же, арманыма бел буып, рисковать етіп,
біздің тем более біздің қоғамда онша құпталатын тірлік емес қой ол. Иә. Сахнаға шығып әзіл айтып жүру деген. Сонымен айналысам ба деген ой болды да бір жерден какая разница. Надо лучше кайфовать етіп өткізейін. Как минимум кайфым болады. Өзімнің өмірімде қалаған жанымды жылытатын нәрсемен айналысып өткіземін деп ойладым да болды. Содан бастап шынымен ана уақыт қалды шынымен өмір сүру. Өкінішке орай. Иә. Сен просто бар ғой бәрібір андай бақытты болып мысалға шетелге шықсаң да бақытты болып жүрмеуші едің айтайын ба неге, потому что ана ішінде қалып қояды ғой. Мысалға ондай ішінде жоқ, бүйтіп өзі жоғарыдан бүйтіп бере салды, бір жерге хоп деп 2 жылына спокойно шетелге шыға алатын, демала алатын адамдар, бірақ ішінде андай өзінің басқа амбициясы жоқтар бақытты өмір сүреді, о да бүйтіп кайфовать етуі мүмкін. А сенде ана асатып бәрібір тұрады да ана жерде. Сен самодостаточный болып көрінесің, но сен аналарға қарап отырасың, сахнада бір жерге выступать өзің барып сындапта отырып бүйтіп отырасың да, ішіңде қалып кетеді да бәрібір ол. Соны қалып кетпесін деп шықтық қой белбеу. Сондай жол, менің жолым сол сияқты ғой. Өте жақсы жол негізінде. Өте ауыр, бірақ өте жақсы. Мен мына жерде, мен бағана короче айттым ғой, вопростар, примерно вопростар жаздым деген секілді. И бәрі өшіп қалды да. И мен просто интернетке жаздым, вопросы подкасте деп жаздым да. И шығып, оказывается, сондай сұрақтар бар екен арада. Давай мен саған қазір ішінен бір іздеп қойып көрейін. Қойып көр ал. Так, какой лучший совет вы когда-либо получали дейді. Какой лучший совет бірақ қазақша жауап бер. Қандай ең ақыл кеңестер өміріңде. Менде бар мысалға өмірінде ондай. Сен тыңдай оны. Сен одан кейін ойланып көр, может бар болса айтасың, иә. Мен 94 жылғы бір досым бар. И ол маған өміріндегі ең маңызды сөз мен айтты, фразаны айтты да. бір баламен араласпай қалдым мен. Арамыз дұрыс болмай қалды, короче. Сонда қоя сал деп бүйтіп өттім мен. Ол айтты, сен негізінде дұрыс болмай қалса да араларың всегда любой адаммен сәлемің түзу болған жақсы деді. Потому что никогда білмейсің кімнің алдында ертең тұратынын дейді да. Сосын сол моментта бүйтіп үндеген жоқпын, қоя салдым. И ана сөз ойымнан кетпей қойды ғой. Жатам, бүйтіп жүрем, бір ай өтіп кеткеннен кейін хоп етіп қайтадан бүйтіп есік қағып, есік ашып, помнишь, мен саған осы совет деп осы келіп тұрады да миыма қайта. И үңіле бастаймын ғой, ананы зерттей бастаймын сұрақты. Зерттеп барлық адаммен қазір сәлем түзу болуға тырысамын. Типа мысалға біреумен ренжісіп қалсам да, все сөйлеп сәлем түзу болып кетіп қаламын, короче. Ну просто араласпауға тырысамын, но сәлем түзу көрген кезде сондай. И оказывается, нетворкингтің бір нәрсе екен ғой үлкен. Тем более Қазақстанда аз-ақ ғой. 20 миллион халық. Любой адамның любой несіне танысың бар болып шығады да, ертең бір артыңнан дұрыс емес бірдеңе болып қалса, несі шығуы. Анау рас екен, ертең кімнің алдына тұратынын білмейсің деген. Маған қатты әсер етті сол негізінде. Менің екі не есіме келіп жатыр қазір, екеуі де. Мен ана айтып тұрмын, мен мысалы стендапты универде істеп бастадық. Саған да тың факт айтайын ба? Мен негізі неде Sun Project'ті білесің ғой? Иә. Соның OG оригинал составында болған адаммын ғой. Астанадағы ма? Иә. Ойбай, ешкім білмейтінен кесіп тезірек рилсқа салайық десем. Sun Project'тан. Сен получается ана кімдерді? Жамбыл, Кулдеев, ғалымдарға дейін универде бастаған кезде кімдер Саня мен Аман Алихан үшеуі бастаған. Сол кезден білемін. Ол кезде наоборот жамбылдар кімдер ғалымдар болған кезде мен уже кетіп қалған кезім етін. Сол мен универде айналыстым студент кезімде. 2017-те бітірдім университетті, ойладым, болды, болмайды. Ха-ха-хи қашан серьезный жұмыс, костюм шалбар киіп қалсын деп кеттім. 17-тен 20 по сути 22-ке дейін машине қалмадым, сахнаға жақындамадым, грубо говоря. И сол үшін менің андай кеңестерім бәрі андай корпоративный өмірде. Мен кәдімгі жұмыс істейтін, әлі де жұмыс істеймін, бірақ өзі прям қатты неғылатын жаңағы. Мысалы қазір кешкісін подкаст келіп отыратын болсам, там выступлениеге баратын болсам, баяғыда жұмыстан кейін қалып, кешкісінде жұмыс істейтін. Офиста жаңағы 12-14 сағаттап отыратын. Сондықтан сол жағына қатты екі адамның кеңесі. Біріншісі атын ұмытып қалдым, бір McKinsey деген глобальный үлкен компания бар, консалтингпен айналысатын. Бүкіл әлемдік стратегияларды, бизнес стратегиялардың направлениесін анықтайтын компания ғой. Сол компанияның 10 жыл бойы ма, үлкен уақыт бойы главный CEO деп атайды. Гендиректор болған адам ғой. Сол кісінің советі бір выступлениясында болды. Сол тоже сөйтіп қойыла ма бір, сол советі басында херня болып естілген тоже. Кейін рискуйте деген. Сол жастарға қандай совет бересің деген. Жастар рискуйте деді. Риск сендердің жастарыңыз любой риск. Мен сол кезде жасым 24-те ма, қонбады ма басыңа?
уже 24-те ғой жасым деп ойлайтын. Қаяқтан риск, уже слишком көп репутация деп ойлайтын. Бірақ кейіннен түсінемін, рисковать ету керек. Жасың 35-40-қа дейін жаңағы рисковать ету керек. Сол совет. Екінші совет, мен сол бір компания, строительный компания жұмыс істеп жүрген бір тоже үлкен бастығым болып, менторым болған Артем деген кісі бар. Ресейдік өзі. Сол кісінің бір айтқан совет емес, ол бір нақылы, сол қатты, сол негізі сол қатты қайтып келе беремін, жаңағы сен сияқты бүйтші айналып маған тоқылдап есік ашып тұрады. Каждый раз ба? Иә. Жаңағы жалпысыз одан бірдеңе дұрыс істемейді, ерінеді, біздің директорлар шешім қабылдағысы келмейді, бюджет бермейді, анау мынауды кейбір кезде жалпы өзіміз талқылап кешкісін отырасың ғой, сол талқылап әр мәселелер, проекттер. Сол кезде бір айтқан сөз бар еді, Досмұхамед дейді. Мир делится на два типа людей. Есть первый тип, это люди, которые жалуются, куда катится мир. И второй, это те, кто катят. Сол сөз қатты болса, сол үшін мен всегда хочу быть тем, кто катит. Сол екі нақыл сөз, прям кеңес сол шығар басыма түскен. Жақсы екен. Жаңа мен бұрған ол тосын төрт деп айттым да, не үшін айтты деген өзім миымда қоқ қалдым, короче. Просто мен неге айттым жылын айтайын ба? Просто қазір мен ойланам да, сол кезде ол қаншалықты менен алдыға кетіп қалған ойлау жағынан. То есть ол миына ол сол кезде қонып тұр ғой. То есть мен ол кезде түсінген жоқпын, дұрыс. Бұл мен миыма келе бергеннен кейін ғана ойлана бастадым да, ол сол кезде қаншалықты менен алдыға кетіп қалды ойлау жағынан. Соны мен қайта тоже өзім намыстанам, ойланам да. Мен тупоймын ба сонда? Жоқ, сен тупой емессің. Кстати, жаңа сен әңгімеңе байланысты негізі мамаң ставка сыгралыш. Универ высший алу деген, мне кажется, сенің жолыңда үлкен рөлін атқарған. Вот менен кейінгі уже кішкентай өсіп жатқан ұл қыздар, мен тілеген аға секілді тоже оқуым керек деген, оқимын деген секілді темалар басады. Мен қазір енді мын жақта жүргеннен олар жастар инстаграммен отырады, көреді. Мен ана Нұрлан Қойбекпен отырамын, мын жақта анау, біз осылай. То есть примерға уже адам бар, аналар уже сознаниялары өзгереді. Әйтпесе там анау просто жүреді былайынан, одан қандай пример аласың деген әңгіме. Сондай нәрселер. Мен бастығым бар, универде істегенде ең бірінші бастығым. Сол кезде айтатын всегда тілеген адамның ішінде екі қасқыр болады. Біреуі жақсылық жасайтын, жақсы қасқыр, біреу жаман қасқыр. И сен қайсыған тамақ көбірек бересің, сол көбірек семіреді, короче, деген секілді. Сол братан ВК-да көп отқан ой негізі. Сол енді ол кісі өзі бүйтіп таңертең кабинетіне кіреді да, қарасан, гарасы көп ашық тұрады, өзі бастық. Сондай бастық болатын, жақсы адам болатын. Әлі бар ғой енді Астанада бір жерде жүрген шығар қазір. Сонда қалым біреу көреді негізі. Сен негізі, кстати, сол адамдармен хабарласып тұрасың ба? Универде жұмыс істеген? Контактасың ба? Инстаграмнан мен қарап тұрады, мен оларды былай қарап тұрам. Бірақ бәрібір уақыт нитті. Мен барған кезде бүйтіп амандасып кіріп шығам. То есть 10-15 минутта қалдарыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, мен осында жүрмін. Өзі бар ғой, Инстаграм бір жаман жері, айтатын нәрсең де болмай қалады екен. Енді олар сені қарап отырады, енді бүйтіп жатырмысың, көріп отырмыз, уже ары қарай не деп айтасың? Сол дейсің да бүйтіп болды. Болмаса оларды близкий друзьядан ойлайтын, близкий друзьядағы нәрсені түсініңді айтып берсе, осындай нәрселер болды. Сол, в общем, Инстаграмның бір жаман жері, адамдарға өзінің жаңалықтарында айта алмайсың, потому что постоянно сториста бәрі. Андай не фальшивые ощущения, как будто ты на связи қалдырады. Негізі сторисін көріп жүрсің, ол да сенің көріп жүрсің. Негізі бірақ адам кейпі өзгерген ғой іштей. Сен ештеңе салмайсың ғой, мысалы адам қылатын, қалыптастыратын, жаңа өзіміз айтып отқан Инстаграмға салынбайтын нәрселер ғой. Адамды адам қалыптастыратын. Жаңағыдай бірдеңе сынады, бір өміріңде жағдай болады, қиын, машинаң жүрмей қалады, аварияға түсесің, жақындарыңа бірдеңе болады, или бір жолың болмайды, бірдеңе таясың, сен біреу лақтырып кетеді, алдап кетеді. Сондай мезеттер ғой адам қалыптастырып, адам дамуына септігін тигізетін ше негізі адами. Бірақ ол нәрселер Инстаграмға салынбайды ғой. Ол кезде Инстаграмға салынбай кетеді. Мынау что-то салынбай кетті ғой деп ойлауы мүмкін. Ол максимум. Потом қайтадан уже жағдай нормально болған кезде ол саласың и қарайды, болды. Сен қарап жүріп ойлайсың да, мынандай екен негізі деп. 10 жыл бұрын таныған адам. Негізі бірақ на самом деле бүйтіп отырып дұрыстап тереңінен сөйлессең, ол уже басқа адам, хотя сен Инстаграм. Сол Инстаграм сондай ощущение береді, как будто на связи деген сияқты. На самом деле бір адамдардың өмірі қатты күйзеліске ұшырап өзгеріп жатыр да. Сондай. Инстаграм сондай да қабілеті бар. Жаңағыдай бір фальшивое ощущение береді, как будто на связи. Келсем, кішкене келсем. Негізі мынау сұрақтар жаман сұрақтар емес екен негізі. Так, какая ваша любимая шутка дейді?
Бір шутка жоқ. Өзім материалынан ба или біреудің материалынан ба? Вот білмеймін, не уточнили. Мүмкін Өзімнің нем бар, жібермейтін шуткам. Баяғыда универде жазылған. Айтып берші соны. Екі этот жаңа руға бөлінушілік трайбализм дейміз ғой. Иә. Сонымен не бар етін шутка. В Казахстане две главные проблемы. Коррупция и трайбализм. Из-за коррупции все деньги трайбалит. Соны баяғыда жазылған. Кімнің шуткасы сөйтіп отыр? Бауканың шуткасы бар ғой. Я был очень верующим человеком до того, как не спиздили кроссы мечети дейтін. Сондай шутка. Өте жақсы шуткалардың біреуі. Бірақ менде андай ощущение болады, сол как будто андай ғой, біреудің тәпішкесі ұрлап кетті деген жиі естисің ғой. Бірақ шуткаға айналдыруға ойламаппын да, сол күлкілі, қатты күлкілі. Гениальный шутка. Сен қандай сен любимый шуткаң? Өзің материалынан любимый шуткаң біреудікінен? Өз материалымнан любимый шутка қатты бар деп айта алмаймын. Маған анау мен Стражи Галактики көрдім ғой. Стражи Галактики кинотеатрдан деп қой, кинотеатрдан отырып көрдім да, қатты әсер алдым. То есть не деген мықты сценаристар жылатып отырып күлдіріп жіберетін бар ғой. Ана бір қатты драматичный момент болып отыр да. Уже мынау бүйтіп тамағыма бүйтіп келіп тұрып қалды мына жерге ше. Енді біраз берсең жылап жіберуге дайын тұрмын да. Анау енот тұрады да бір шутка айтып қояды ғой. Пах етіп күлем да. Қайтадан драмаға келеді, қайтадан күлдіріп. Сөйтіп 2-3 рет мені ұстады. Сосын шықтым. Жүрмін. Темекі тартпаймын ғой, темекі тартып отырып бүйтіп ойланып жүрдім да бойынан. Өйстіп ойланып жүрдім да. Шай ішіп отырып ойландым да өйстіп. Мен осы сезімді қалай стендапқа әкеле аламын, короче. Шай ішіп отырып кәдімгі ойландым. И сольнигім жазып бастаған кезде әдейі анау жаңағы маманың пол жуатыны, анау мені ешкімге қалдыратын жоқ, жаңағы жанында жүру деген секілді нәрселерді әдейі айтам да. Мен білмеймін, ол маған ғана әсер етуі мүмкін. Бірақ залда да андай сезіндім кішкене, по-любому андай күлмей қалады, тып-тыныш болып қалады, қатты тып-тыныш болып қалады. И мен тұрамын да 10 секунд қатты тыныштық ұстаймын да, шутка айтамын, пах етіп күледі, қайтадан тынышталып қалады. Сөйтіп 4-5 рет бүйтіп ұстап аламын да, әдемілеп бітіремін. Сол кезде как будто у меня получилось дедім. Оны енді сольникті бұйырса 1-2 рет проверкаларға анда-мында шыққан кезде көрсем болады, егер келіп. Сол приемды сол прием действительно работает или нет, маған критика керек. Типа, может былай істейсің, может былай істейсің деген секілді. Но мен сол сезімді бергім келеді. То есть не просто шық келді, күлді емес, кішкене болсын бүйтіп. Понятно, комок келмейді енді, но мына жері жыбырлап күліп жүресің, жыбырлатады, күліп жүресің. Сол сезімді бергім келеді, короче. И соның ішінен прям шуткалар жоқ, но анау откровение өзіме ұнайды. Шуткаларым ішінен последний, что унитазға отыра алмағаным деген секілді. 25 жасқа дейін унитазға қолдана алмайтын деген. Қатты мен үшін стресс болатын унитазда. То есть ауылский туалетте отырамын, мысалға бір жерге барсам да шыдаймын, короче. Үйге барғанша шыдаймын. Ауылдағылар жаңағы ата мен апалар келеді. Басқа туыстардың үйлері бар, которые мынандай бүйтіп жақсы тұратын. Но біздің үйге келеді, потому что бізде ауылский туалет бар, короче. Үйлерің хуйня, но туалеттерің әдемі деген секілді. И соны бәрін шутка қылып жазамын ғой. И сол шутка өзіме қатты ұнайды. Маған вообще откровениялар қазір көбірек дергает мені. Просто шуткалардан откровениялар көбірек дергает. Жаңа деңгей ғой. Сондай, в общем, жағдай. Загонку не қыласайықшы. Ақыр бастадық қой. Шашайық. Есіңде ма, өміріңде бірінші рет вообще мен күлкілі екенмін ғой, и шутка, бірінші шутка айтқан кезің, прям күлдіртіп, и тем, типа, о моменте, вау, вот осы деген. Мен вообще бірінші рет қалай викендқа шыға бастаған. Викенд емес, вообще өміріңде, вообще балаша кезінде бір. Иә, бар. Қашан? 4-ші класста ғой, 3-ші класста ма. В общем, андай жағдай болды. Болды бір концерт қоясың. Әліппемен қоштасу ма, немесе бастауышпен қоштасу ма, білмеймін сол. Инглисен өте нашар мектепте оқыдың, әліппемен 4-ші класста қоштасың. Әліппемен 1-ші класста қоштасың ғой. Соны білмей тұрмын, 1-ші класста болма, ол 4-ші класста. Мен, короче, осознание миым қоштасып отырсың. Иә, бір концерт болып отыр, қоштасу концерт болып отыр. Или вокзалдасың. И все, кімде қандай номері бар, әкеліңдер дейді. И мен үйге барам.
ол кезде темекі тартып кішкентаймын ғой әйтпесе бүйтіп темекі тартып ойланып жүрдім да былайынан шай ішіп отырып ойландым кәмпитпен кәмпит жеп отырып шай ішіп отырып иә көбінесе кәмпит жеймін сөйтіп отырып ойландым не істей аламын деп сол кезде миыма бірінші рет мен қолымнан ештеңе келмейді екен деген осознание сол кезде келді потому что біреу өлең айтатын болды бір қыз болды танцевальныйға барып жүр екен ана өзінің сары костюмі басында шляпасы бар қолында трость бар короче билейтін ол билейді біреу өлең айтады біреу там өлең оқиды біреу бүйтеді біреу сөйтеді короче біреу мен үйге келемін да бірдеңе істейін деймін тоже енді баласың ғой андай шығып өнер көрсеткің келеді и білмеймін ғой немене істейтінімді и білмеймін немене істейтінімді үйде ойланып сосын немене көре бастаймын видео телевизор көріп отырамын да күлдіртіп жатады бірдеңе и ананы мен қайталаймын робот болып типа ойнатып жатады бүйтіп біреу чун и халық ананы күлдіртіп жатады да көзімен бүйтіп істеп бүйтіп көздерін айналдырады короче андай неше түрлі нәрселер істейді ши болсын ғой ана көремін да осыны істеймін деймін ғой болды осыны істеймін все и андай класс қой класстың бер жақ бұрышында подсовка бар яғни біз подсовка гримерка ретінде и плюс сахна типа сен мына жерде подсовкадан шығасың ана жерде қоясың и содан бәрі өнер көрсетіп өлең айтып жатыр билеп жатыр қобалжып отырмын осылай отырмын ал енді ортаға шығатын сіздердің қошеметтеріңізбен тілеген еркінбеков көрсететіні робот дейді короче и мен бүйтіп ана неменен есігін ашады бүйтіп гримерканың и мен деп кәдімгі өйстіп шығамын осыдан бүйтіп бұрылып жүремін деп ортаға келіп тұрамын ата аналар ғой бүйтіп қарап отыр маған деймін да көзімді бүйтіп ашамын да жан жаққа айналдырамын былайынан сосын қайтадан обратно айналдырамын аналар бүйтіп күліп отыр короче осылай и разрыв кіріп жатсың ғой иә деймін бүйтіп бірдеңелер істеймін есімде жоқ но көзімді айналдырған точно бар и кіріп кетемін и ана эмоцияны бере алмаймын ғой короче ішімде отыр ғой адамдар күліп отырғаны типа олар бүйтіп еще андай минимальный оларға жетіп тұр ғой ата аналарға типа минимальный бірдеңе істедің күлді и короче олар үшін андай неожиданность болды типа шок болды біреу өлең айтып жатыр обычный нәрселер өлең айтып отыр анау и мен долбанский бірдеңе істеп жатырмын вообще миға сыймайтын и бір тәттілік па может бала кездегі и соған қатты күлген ана ішінде қалып қойды да и уже болды дальше больше уже 5-ші класстан бастап ақырын КВН-ға бүйтіп көзімді қырын сала бастадым сөйтіп кетіп қалды и бір жағынан анандай нәрсе болатын оны ішінде самооценка төмен ғой и как будто шутка айтқанда КВН ойнағанда бір значимость пайда болады да то есть ол да үлкен әсер етті мысалға сені адам байқай бастайды типа сен ана КВНщиксің ғой иә деген секілді сен ішінде анау неполноценностьті кішкене жауып отыратын чуть-чуть сондай сенде мынандай бар ғой мен саған айтып сенің хикаяңды естіп өзіме рефлексия басталып кетті негізі менде де бар еді менде мынандай история тоже әлі күнге дейін сөйтіп қалыптасып кетті ғой музыкальный инструмент вообще ойнай алмаймын өлең айта алмаймын нем нашар вообще билегенде мынандай тойларда дискотекада би бар бірақ опять жаңағыдай даже тектоник билей алмаймын 15 минут монолог немен жабатынын білмей жүрмін қазір сондай билей алмаймын типа ештеңе жоқ та бірақ енді әңгімені қатыратынмын бала кезден бала қатыратынмын и жаңағы чувство юмора бар дарыған сол бар бірақ менде мынандай барьер бар қазір түсініп отырмын сол бала кезде әлі де бар сол барьер маған әзіл айтқан ұнайды адамдарды күлдірткен ұнайды но чисто на моих условиях андай мәселе бар ғой сен күлдіртіп жатсаң андай несерьезно қабылданып кетеді ше клоун сияқты сайқымазақ сияқты қабылдап кететін несерьезно қабылдап кететін восприятие бар ғой ол восприятие енді қазір кішкене трансформация стендапты бүйтіп на пьедестале тұрық қой сол жақсы бірақ андай восприятие ұнамайды маған негізі сен вот ты же пошути вот жаңағы прикол айтшы деген сияқты андай бір расходный материал социальный деп қабылдайды өте қатты мені раздражать етеді бала кезден бар екен сол негізі мен бала кезден сахнаға шықпауыма себеп болып жүрген сол күлкіге қалу то есть маған күлкі ұнайды бірақ менің условиямда андай определенный күлкі ғана андай күлкі ұнамайды маған ше андай болады ғой бір кринж көрсетіп күледі ондай емес сол мәселеге қазір мен сол кезден сол үшін шықпай жүрген екенмін сахнаға бала кезде маған на моих условиях күлген ұнайды что типа вот менің репризаларыма күліңдер менің творчествома менің идеяларыма күліңдер бірақ маған күлмеңдер не смейтесь вместе со мной не надо мной деген маған мен үшін қатты екен негізі әлі күнге дейін де ол комплекс мәселе менде бар мысалы мен жұмыстағыларға онша айтпаймын стендап айналысатынын білмейді менде 2 страница бар ғой негізі астында өзім страницам бар
Досмұхамед стендапқа жазылыңыздар. Менің жаңа әзілдерім мен шығармашылық нелерім бар. Менің YouTube каналым бар. Comedy Night. Good Night Comedy жазылыңыздар. Good Night Comedy сол жерде. Соған жазылыңыздар. Бірақ өзімнің еще страничкам бар. Оқтан негізі подписчик көбірек менде. Бірақ мені не ретінде жаңағы туысқаны, коллегасы ретінде танитын. Вообще жаңағы бір идеяны алып высмеивать еткеннен авторитетін көтеруге болады, чем просто андай бүйтіп ахаху сахаху десең мысалға. Может содан мен просто маған, например, адамдар андай режиссер болсын, анау болсын, мынау болсын, а ты опасный деп лев или тигрді жіберіп жатыр мысалға. То есть сондай уже значимость по-любому пайда болады. Мен бірақ андай болатын мектеп кезден типа маған шутка айтшы деген секілді нәрсе. То есть мен позиция қалыптастыратын өзім. Типа менімен олай сөйлесуге болмайды, короче. Сразу либо қатты прожарка жасап жүремін анаған, настолько, что анау маған уже неме айтуға қорқып қалады. Но мен уже өскен сайын қалай айтсам саған, адамның чувствосын ойлайсың. Қалай деп айтшы еді? Тактично. Жоқ, тыдан басталатын. Полючи дестағыдай қыздар бар ма? Тың ашылып тұр енді басқа. Қалай еді? Тактично, тактильно. Жоқ. Деликатно. В общем, адамды неметесің, чувствосын ойлайсың, короче. Эмпатия. Мысалға мен қазір балалардың көбінше сені могу қатты апасырайды, короче, шуткалармен бар ғой басына. Но мен олай не хочу, мен сені сезімді ойлаймын да, и мен мектеп кезінде жесткий болғам. Толерантный. Өскен сайын мен какой-то момент 11-ші класс, 1-ші курсқа таман уже өте бастаған кезде психологияны көп оқып кеттім, короче. И менде моменте уже прям мен оқыған кезде сезінген жоқпын. Просто оқыдым, қорытып жүрдім. И бір моменте уже есімді жисам, кішкене андай психологически өзгеріп кеткен болды. Менде андай трансформация болды да, жаңағы толерантность, жаңағы анау, барлығын ойлап, содан кішкене уже адамдарды там басына шутка айту деген нәрселердің бәрі қалды. Мен қазір өмірде де қатты шутка айтпаймын. Сахнада өзім позициям бар, сахнада шутка айтамын, былайдан осындай деген болды. Да, менде де бар. Мен мысалы қазір тоже рефлексировать етіп, мен баяғыда тоже мектепте андай болады ғой, анда группа болады, бір балалар бар, білесің, оларға не айтсаң да сен не болмайтын, риск жоқ та, анау саған істемейді деген группа бар балалар, и бір группа балалар бар, типа олармен әзіл айтпаған дұрыс деген. Мен всегда андай едім, екінші группамен риск бар жерде ғана жақсы көретім. Андай біреудің үстіне и так ана отқан, жығылып жатқаннан соң секіру вообще жоқ, юмористическом плане. Но там біреу как-то не ведет, но при этом есть там риск. Я вот туда я заходил. Мұғалімдер, абсолютно мұғалімдерге прикол айту мен не етін, сондай не бар менде. То есть панчинг, нелер американцдар панчинг даун деген бар да, шуткамен, и так жығылып жатқан адам тұру, мен панчинг ап жақсы көремін всегда. То есть и сол үшін де политический шуткалардың көп шығар, риск бар да, типа базар жоқ па? Мысалы біздің қоғамда қыздарға прикол ұстау, қыздар не істей алады бешаралар саған? Ол қызық емес маған. Или там гейларға прикол ұстайды, гейлар не істейді саған бешаралар? Ол қызық емес та маған мені ертең алып кетіп 15 жоқ қылып жүре алады дау дегендермен прикол ұстаған. Вот это интереснее. Өте қиын. Да, деген сияқты. Или там тоже опять же комедияда мысалы бар ғой жаңағындай понятный там денсаулығына байланысты дефект бар комиктер бар, оларға бәрі прикол ұстайды, маған ол қызық емес та. И кейбір кезде чисто творчески сама идея может следить, ты өзі ренжімейді ау деген уверенный болған кезде ғана айтылады да нәрселер. Тоже я мен андай ортада комиктердің ортасында біреудің үстіне бүйтіп секіріп отқан жақсы көрмейді. Бірақ ол со временем бар ғой андай остроталар ақырын шыға беретін секілді. Мысалға мен кейбір шуткаларда мысалы байқап қаламын ғой. Мен бір теманы алсам, мысалға шутка айтсам, бір жесткий бірдеңелер айтып жүру мүмкін. Мен просто өзім фильтровать етемін ғой. И бір уақыт келетін секілді, когда уже мен фильтровать етуді азайтатын. Сол кезде шуткалар. Не үшін фильтровать етесің? Шуткаларымды фильтровать етемін, чтобы кішкене күлкілірек и мягче болсын деген секілді. Иногда мен... Ол мягче болудың цель неде сен? Чтобы тебя не забрали? Или чтобы... Мысалға, мен оны пока саған түсіндіре алып айта алмаймын, но андай, например, мен қазір андай шутка, менде андай блог бар, типа армияда балалар мысалға барып 18-де қайтпай қалады ғой. Иә, мен көрдім. Сол туралы шутка бар. Вот соны қазір развивать етіп жатырмын ақырын. Басқа кісілерді жіберу керек дейтін. Типа андай ғой, государство, короче, 18-ге толған кезде долг отдай, долг деген. должен деп сен алып кетеді. Но
по факту әлі сен ештеңе қарыз емессің деген нәрселер бар да, короче. Соны развивать етіп, более жесткий қылып жазсам да болады мысалға. Просто ол жерде, например, андай ғой, ол видео, например, ертең там әскерде баласынан айырылған адамдар көріп қалса, жүрегіне тик кете ма деген оймен, мен соны ойлаймын да. Мен андай государство андай деген қорқыныш емес. Именно мен сол адамның көңіліне, ол именно персонально бір адамға әсер етсе, маған андай сол ой мен мазалайды, короче. Именно сол үшін пока сглаживаю углы, как-то бір басқа сөздің формулировкасымен бит айналдырып, басқандай қылып. Панчинг ап істеу керек қой. Точно уверенсің да ол адам. Сен солай қыл, соларға шутка істеу керек. Сон ақырын сон уровеньға жету керек. Олардың чувствосына похуй бізге. В общем, сондай. Жоқ, шынымен ғой, и так, блядь, отсың. Миллиардтап ақша тауып отсың. Еще сен, блядь, көңілге қарап жүр керекпіз. Солай, в общем. Жақсы сұрақ. Жоқ, мен это не касается андай емес, бұл оппозиционный деген емес. Сразу айтып қойшы. Иә. Сол бай адамдарға прикол ұстаған жақсы көремін мен. Тоже көресің ғой, салды краудворк сразу көресің ғой, сразу жағдайын істеген да адам. Анау адам точно сенен несі жақсы да, вот сондайларға прикол ұстаған жақсы көремін мен. Ол үшін сондай уровеньдағы адамдарды іліп алу керек қой, иә. Жалпы деген сондай жақсы көремін да, типа не так, чтобы менің шуткаларым оның и так өмір әбіржеп жатқан адам үстіне секіру емес та, наоборот өмір жақсы болып тұрған адам дейді төмен тарту да, иә. Негізі американецтерде андай ғой, қарапайым халық қой, бедностьте өмір жүргені бар, ниже среднего жүрген бар. И бір адам сахнаға шығып, солардың больдарын жеткізген кезде, или сол больды бір менталитетке, особенностьтарды ұстап, өздерінің басына бүйтіп лақтырған кезде, аналар бүйтіп қатты бүйтіп селкін отырып күледі ғой. Сол уровеньға шығып алсаң жақсы да. Бірақ бізде қоғамның именно қазақша қоғамның бір немнесі, олар өздерінің сондай моменттерін жасыруға тырысады ғой. Иә, бізде и соны сен айтқан кезде сен наху айтпа наху деп аналар попал деген секілді күледі ғой. Американецтерді қарасаң, андай афроамериканецтердің прям қатты өтеді афроамериканецтер. Шыққан кезде қазір біздің явно бір өзіміз ойламай жүрген, бірақ істеп жүрген нәрсемізді айтады деп қатты қарсы алады да анау айтқан кезде біздікілер біледі наху деп солай қабылдайды да. Соны байқаймын. Одан да өтіп жатқан сияқтымыз. Қазақ. Қазір өтіп жатырмыз содан. Қазақ тілді аудитория жаман не қандай бір. Өздерінің ценностары үшін қатты андай жасырып, көрсетпейді, күресуге тырысады. Қазақша аудитория чисто стерильно шығу керек. Не ананы айтуға болмайды, не ананы айтуға болмайды. Кір сабын. Ешкім жуынбайды ғой кір сабын. Көбіре береді, не біледі? Ешкім жуынбайды кір сабынмен деген секілді бір шутка айтасың. И то оны жуын. Бала кезде жудық қой кір сабынмен жуды. Несі бар онда? Оның өзінде біреу шығып алуы мүмкін ғой. Ауылда жүр қанша адам кір сабынмен жуды деп. Сол үшін сондай жағдай. Мен вообще халықтың қатты басылқағанын айтайын ба немеден көрдім. Менің шуткам анау Лев и Тигр деген тарап кетті ғой. Мен өзім салдым, бірақ менен пабликтар алып кетті, короче. И каждый пабликтің астына кіріп комменттарын оқыдым. И комменттан түсінуге болады халықтың қандай оймен, қандай жағдайда отырғанын. Болды мынаны алып кетеді дейді. Болды мынаны қамап тастайды. Но қайда өлтіріп кеткен жоқ па бұны? Осындай ойлар ғой. Менде де бар ондай, тоже сондай комменттарлар. Ойла енді. Менде тоже материалым ревью жасайын. Меня же мен екі жерде оқыдым ғой. Екі университет. Я учился в двух университетах западного образца. Первый это Дюк, университет Дюка. Это университет, который назван в честь Джейби Дюка, табачного магната, человека, который заработал все свои деньги на продаже сигарет. Что интересно, на территории университета Дюка нельзя курить. Второй университет, в котором я учился, Назарбаев университет. И на территории Назарбаев университета тоже нельзя воровать деньги у народа. Деген жұткам бар ғой. Ағылшынша вариант салғам. Соның екі комменттің біреуіне ғой жаңағы. Все, у тебя есть, брат, 10 свободных суток. Просто, и халық уже оған дайын. Ертең әкетіп жаса. Халық, было понятно. Ол өзі ғой деп. Хотя на самом деле, сенікінде бар енді тигра не қылатын, бірақ опять же кеткен режим түсінбеймін вообще. Сол түсінемін. Баяғыда ондай емес етін, хотя 22-23-те ондай емес етін. Өзі наоборот свободный дейсің де ма? Қазір қайттан басылып жатыр кішкене бәрібір. Гайки закручивается. Халықтың өзі дайын бүйтіп жинала қалады ғой сразу. Боптан бұны алып кете беріңдер. Өздері күлуін күліп алады. Тыңдап алады да. Болды енді жақсы жолың болсын деп отырады. Иә, жақсы. Біз қанша жазып отырмыз? 1 сағаттан асыпты. Әдемі әңгіме болды деп ойлаймын мен. Маған нормально.
закругляться дейтін кез келді ма? Ақырын жинасақ. Иә, давай, последний ойдан. Давай, сен с высоты своего полета дейді ғой. Ойбай. С высоты своего полета адамдарға неме демей қойын, просто осы уақытқа дейін қанша еңбектендің ғой. И мүмкін бір жаңадан енді стендап комедияға кіріп жатқан бір комик, может осыны ашып көрейінші, өзіме может бір жақсы нәрсе алып қалатын шығармын деген оймен көру мүмкін да. Соған қандай кеңес беруші едім мысалы. Диманың подкастында да соны неғып ек, затрагивать етіп ек. Бля, істеу керек. Анау жазылғым келеді, бірақ шутка жетпейді, шутка жазып алу керек еді, бірінші шығам деген әңгіме бар. Көбесін сол жазыл, шық, қой, уже дедлайн қоясың ғой. Сол күні енді өзің неге байланысты, жауапкершілігің деңгейіне байланысты, ол тоже давлениеден шығады. Жазылдың, уже болды, даже достарың шығарып қояды, чтобы уже сен сливаться етамайтындай изге келтір. И сөйтіп қойсаң, өзіңнен шығады творчество ол. Өзіңнен шығады. Если ондай условияда шықпаса сенен, ешқашан шықпайды. Типа, маған кеңес, жазыл, шық болды. Қой да срок, істе. А потом материал келеді ол. Материалда неде. Сосын көп комиктер жаңағындай 2-3 выступление, бірақ концепция, жаңағы сольник жинап жүреді. Қандай сольник, бля, шық просто істей бер. Сосын бар бұл сыласың шығады бірдеңе. Қазір оның смысл жоқ. Сол істеу керек. Қорықпай баса беру керек. Жаңағы ненің өзім алған кеңестің реитерациясы ғой негізі. Рисковать ету керек. Рисковать ету. Тем более, опять же, жаңағындай жасың қаншада болса да, комедияда бірінші шығып жатсың ғой микрофонға. Оны халық сезеді, сен бірінші шығып жатқаныңды. Жасың 50-де болсын, жасың 20-да болсын, микрофонға бірінші шыққаныңды сезеді. И бірінші шығып, қол дірілдеп, енді бірінші қадамдарын жасап жатқан адамға шығармашылықта халықта түсіністікпен әрқашан қарайды. Сондықтан түсіністікпен қарап тұрған кезде қолданып рисковать етіп бәрін істеп қой. Мысалы бізден ондай отмазка айтамыз, потом бәрібір байқалып қалады біздің шығып жүргеніміз ше. Түрімізді де көрген бір шетінен жүріс-тұрысың, алысыңнан байқалады да. Бізге деген уже требование басқаша қойғызырас. А сен уже сахнаға бірінші шығып жатқан көрген кезде адамдар бәрібір түсіністікпен қарайды. Сол түсіністікті қолданып максимально рисковать етіп ал, максимально экспериментировать етіп ал деп айтарым. Өте жақсы ақыл. Да, рахмет. Мен өзім бірдеңе айтын деп тұрмын да, жаңа ұмытып қалдым, ё-моё. Жастарға өнеге. С высоты своего полета. Комиктер. Бұл подкаст не үшін вообще? Жарайды. Айтпай қойыншы, ұмытып қалдым. Бұл подкаст не үшін жалпы? Мен просто сидаунды көрдім, авторитет мысльді былай қарап тұрам. И комик ретінде өзіме алатын нәрселер бар да. Просто ол, мысалға қазір сені бұл подкастты ешкім көрмеу мүмкін. Но кім біледі, может, бір жылдан кейін жаңағы, мысалы, Ғалым Қалиақбаров, Айна Мусиналарды ешкім білген жоқ қой. Жүрді. Енді туса білді, бір айналасында бір 30-40 мың адам бір айналдырып келіп жүрген бір адамдар, может, білді. Но масс-маркетқа шығып кеткені ол бір-ақ сәт қой. Может, сен ертең атып кетесің да. Сенің может, сен 2 жылдан кейін атып кетесің, 2 жылдан кейін қазіргі ойыңды адамдар сол кезде көріп отырады да. Почему это попался мне только сейчас деген секілді ғой. Сондай комменттермен. Сондай коммент күтіп. Иә, сол себепті сондай болуы мүмкін. Үлкен рахмет подкастқа келіп осылай қолдап. Айтып тұрмын мен списогымдағы подкаст сол үшін мен шақырған. Бір кештәрінде жауап бердім бауыр десің. Рахмет. Бітірген кезде не қыласың, плагин жасап тастайыншы, реклама жасап тастайыншы. Да, конечно. Сол маған жазылыңыздар. Досмұхаммед стендап, нижний подчеркивание у него Инстаграм. Сосын Досмұхаммед стендап деген YouTube канал. Құдай қаласа бұл шыққанға дейін мен YouTube'ымда жаңғырып қалады. Соған жазылыңыздар, видеолар болады, неше түрлі форматтар, стендап болады. Және Тәуекел деген досыммен Алматыда Алау Comedy Space деген адрес стендап площадканы ашқан жайымыз бар. Қазір Төле би 72 Spice Mantra деген ресторанның подвалындамыз. Сондай жерде тұр. Төле би мен Желтоқсан көшелерінің қиылысында Алау Comedy Space деп сұрасаңыз, сондай. Уютный ламповый стендаптың ортасы деген. Сосын YouTube'да Good Night Comedy деген Good Night Comedy бар. Парақшаға тіркеліп, ағылшынша түсінсеңіздер, ағылшынша приколдарды көрсеңіздер болады. Олай да болады. Есіме түсті, ё-моё, кеңес. Просто айтып кетейін соңында. Американский стендаптарды көп көре бермеңіздер, алғашқы этапта хотя бы, потому что новичоктар келеді да, американский стендапты. Бізді менсінбейді, орысша, қазақша, ағылшынша көреді, сразу жұтып алады да. Бірақ профессионалдық уровеньдер жетпейді, солайдан әзіл айтуға келіп алады. А вы знаете, в чем различие между черными и нигерами деп келіп алады? Одан да хуже ғой. Мне кажется, надо убить всех бабушек дейді. И аргументтер өте әлсіз, өте нашар. Громкий заход. Малма дейсің ғой. Американец жұтып алған да. Америкада сен
мынау жынды ма не айтып тұр дейсің, потом айтқан нәрселеріне қарап ой мынау күлкілі прикол қылып айтып тұр күшті деп сенесің да. Келісемін. Сондықтан да өздеріңіздің уровеньдеріңіз үшін кішкене СНГ-шный стендапер комиктерді көріп потом барып уже бір 2-3 жылдан кейін ақырын Америкаға өтіп соларды қатты зерттеуге болады. Қанаттарыңыздың күшіне байланысты биіктікті таңдаңыздар деген әңгіме ғой. Иә, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Досмұхамед Али және Тілеген Еркінбеков. Бұл өте қатты топ подкаст. Өте қатты. Көп рахмет сіздерге. Соңын неожиданно аяқтайтынымыз бар еді ғой. Да? Неожиданно. Қалай аяқтаймыз? Қалай аяқтаймыз дейсіз ба? Маған звондап отыр, жақсы. Көбі солай кетеді енді. Давай сен кете бер, мен просто қозғалмай отырып қалайын онда. Алло, жақсы. Болды, съемка бітті. Білмеймін қандай камера өзі. Соны ма, сондай дейді ғой, жақсы. Давай, қай жерге қалдыңыздар. Все, рахмет.